Сұрақ қоюдың түрлері. Негізі ағылшын тілінде бізде сұрақ қоюдың бірнеше түрлері бар. Соның ең біріншісі general question. Ол бізде қазақша жалпы сұрақ дегенді білдіреді. Яғни бұл сұраққа сіз немесе я, немесе жоқ деп жауап бересіз. Ал сіздерге түсінікті болу үшін мен специальный арнайы бір таблица істедім. Сол таблица бойынша жұмыс істейміз. Біз сіздермен қазір қарастыратын тек бір ғана шақ, ол present simple шағында көрсетемін. Яғни жай осы шақта. Біз білеміз, жай осы шақтың көмекші етістігі ол do немесе does, немесе сөйлемде to be етістігі болатын болса, to be мен сұрақ құраймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін алдымен қазақша жазайын. Мысалы, бірінші сұрақ. Мен паркте жүгіремін бе? Осы сөйлемде алдымен етістікті тауып үйренеміз. Етістік бізде жүгіру. Значит, біз оны мына тұрған verb деген жерге жазамыз. Жүгіру бізде run болады. Кім? Мен. Зат есім, міне noun, ол зат есім. Кім болмаса не деген сұраққа жауап береді. Бұл жерге I деп жазамыз. Енді көріп тұрғандай сөйлемде егер етістік болса, мысалға run етістік бар, я? Сондықтан I-дың алдында сұрақта біз do қоямыз. Do I run? Мен жүгіремін бе паркте? То есть in the park. Мен жүгіремін бе паркте деп сұрақ қойдық. Енді біз бұған міндетті түрде general question'да, яғни сіз жауап беруіңіз керек. Сұрақ мен болатын болса, яғни жауап сен болады, я? Мен паркте жүгіремін бе? Я, сен жүгіресің. Yes, үтір, you. Потом сұрақта сіз немен сұрақ қойдыңыз, сонымен жауап беріп үйренеміз. Yes, you do. Я, сен жүгіресің. Мысалға, сен кітап оқисың ба? Сен кітап оқисың ба? Мына жерде бізде етістік қайсы? Оқу. Бізде оқу, бізде read болады. Read. Кім? Сен. You. Енді көріп тұрғандай сөйлемде етістік бар. Значит, you-дің алдында біз do аламыз. Сонда do you read a book? Do you read a book? Сұрақ, сен оқисың ба болатын болса, значит, жауап, я, мен оқимын болады. Yes, I do. He sheet-та өзгеше болған естеріңізде болса, мысалға, ол су іше ме? Қайсы етістік? Бізде ішу етістік. Drink деп жазамыз. Міне қойдық. Drink. Кім? Ол, he. Так как бұл бізде сұрақ, сондықтан drinkқа ешілған қосуға болмайды. Яғни he-дің алдында, біз he sheet-дің алдында сұрақта does аламыз деп өткенбіз. Значит, does he drink water? Does he drink water? Сұрақ қойдық. Сұрақ, ол іше ме болатын болса, яғни жауап, я, ол ішеді болады. Yes, he does. Мысалға, қызға қатысты, ол көйлек кие ме? Бізде кию етістік, кию бізде wear болады. Қызға қатысты болатын болса, she. Сөйлемде етістік бар, she-дің алдында, значит, does аламыз. Does she wear a dress? Ол көйлек кие ме? Сұрақ she болатын болса, яғни жауапта she болады. Yes, she does. Yes, she does. Жануарға қатысты сұрақ құрайық. Мысалы, ол сүйек жей ме? Бізде жеу етістік. Жеу бізде eat болады. Ол бізде жануарға қатысты eat. Яғни сұрақта сөйлемнің басында does аламыз. Мысалға, does eat? Сүйек, мысалға, біреу болатын болса, a bone, я? Жауап, значит, ол жей ме болатын болса, yes, it does. Я, ол жейді. Енді адам аттарына құрап көрейік. Мысалға, Али не істеймі? Кітап жазамы? Бізде жазу write болады. Write. Сұрақта кім? Али. Али ол he, значит, оның алдында тоже сұрақта does аламыз. Does Ali write a book? Кітап жазамы? Ал енді осы жерде жауапта Али деп алмай, біз оны есімдікпен ауыстыра саламыз. Я, ол, яғни he жазады. Does, сұрақты does-бен қойсақ, does-бен жауап бердік, я? Бұл бізде қысқаша қалай do does-бен сұрақ қою керек, соны көрсеттім. Ал енді көп оқушылардың қате жіберетіні, ол to be мен
әрқашан сөйлемді шатастырады. Есіңізде болсын, егер изначально бастапқыда сөйлемдеріңізде to be болса, міне мынау бізде to be, I am 5, мен 5-темін. Яғни бұл жерде сөйлемнің басына сұрақ қойған кезде айдың алдында do қоюға болмайды. Сіз осы to be-ді сөйлемнің басына алып келесіз. Мына берілген сөйлемге сұрақ қоятын болсақ, значит, мына жерде көмекші етістік am, I. Бізде көріп тұрғандай басқа етістік жоқ, біз мынаны тастап кетеміз. 5 деп мына жерге жазамыз. Сонда мен 5-темін ба деп сұрақ қойдым. Көрдіңіздер ма? Неге біз сөйлемнің басында am I қойдық? Неге мен do I қоймадым? Себебі мына жерде бізде басқа етістік жоқ, to be-ден басқа. Значит, сұрақ мен болатын болса, яғни жауап сен болады. Yes, you, do демейміз. Біз to be мен сұрақ қойдық, to be мен жауап береміз. Бірақ you-дің қасында to be are болады. Сонда yes, you are болады. Мысалға сұрақ, тәшіне сөйлем, мысалы, you are a pupil дейді, сен оқушысың. Көріп тұрғанда бізде етістік to be тұр. Значит, сұрақта бұл алдына шығады деген сөз. Бұл жерде қалай болады сонда? Are you... Мынаны тастап кетеміз, потому что бізде списоктағы етістік жоқ. A pupil деген сөзді соңғы столбикке жазамыз. Сонда сұрақ, are you a pupil? Сен оқушысың ба? Сен болса, жауап мен болады, иә? Yes, I am. Yes, I do болмайды. He sheet'та мысалға сөйлем былай тұр дейік. He is tall. Ол ұзын. Етістік. Мынау бізде затес, мынау етістік болады. Бізде етістік to be тұрса, значит, ол сұрақта алдына шығады деген сөз. Значит, сұрақ қалай болады? Is he... Басқа қимыл әрекет жоқ, біз мынаны былай тастап кетеміз. Tall, ұзын, ол бізде сінесім. Оны соңына жазасыздар былай. Is he tall? Яғни ол ұзын ба? Жауап, я, ол болады. Значит, yes, he is. Міне, осылай сіз general question таблицаға салып, алдымен үйренсеңіз болады. Кейін 5 таблица сөйлем құрастыра берсеңіз болады. Келесі сабақтарда біз қалған сұрақтың түрлерін өтеміз. See you guys!